Сен қай сыныпсың? 10-шы. 10-шы сыныптың оқушысы, 11-ші сыныптың балаларымен. Жалғыз өзің не істеп тұрмын мұнда? Маха менің досым аға бала кезден. Екеуміз күнде сабақтан бірге қайтамыз ғой. Досым. Ой, Азамат, бірге өскенбіз екеуміз. Ұрып ойнайтынбыз ғой бір-бірімізше. Жарайды. Азамат, сен қанша дегенмен мектеп президентісің. Иә. Сондықтан осындай жағдайлар қайталанбау үшін сен кішкене бас көзіп қадағала. Егер біреу-біреуге тиіскен болса, әлімжеттік танытып, ақша сұраса, ұрса, бірден маған айтыңдар. Ата-анасын шақырып учетқа қоямыз. Мұның арты тек түрмеге апарады. Жарайды. Өзім профилактикалық жұмыста жүргізіп сөйлесем ғой. Білесіз ғой, мен сенуге болады. Мен енді саған осын басқаларға жеткізсін деп айттым. Жарайды, мен кетейін. Сосын төбелес болды ма, болмады ма сұрап көр. Қанша демеймін, оқушылар саған жақынырақ қой маған қарағанда. Жарайды. Иә? Жақсы. Жақсы. Бәле болды. Мынауына новичок тұта болса жағдай қиын болады. Терпела емес шығар ол. Терпела ма? Білмеймін, ол бүгін ғана келген бала ғой. Маха, ана новичокпен сөйлес. Егер тоқылдайтын болса, білесің классыңмен қосып не істейтініңді. Түсіндің бе? Иә. Болмаса былай істе, хабарлас. 2-3 күн сабаққа келмей қойсын, бетінің ісігі қайтсын. И сосын жаңағынан минуттың өзін жүретін пиздеш шығарсың.